Сәлеметсіңдер ме, балалар? Балалар, бүгінгі күні қазақ тіл сабағынан біз сіздермен алдыңғы өткен тақырыптарымызды зымыран сұрақтарға жауап беріп, есімізге түсірейік. Тілдегі сөздердің жиынтығын зерттейтін ғылымды не дейміз? Сөздердің мағынасы өзгере ме? Сөз дегеніміз не? Мағынасы сөздер бола ма? Мысал келтірейік. Мағына дегеніміз не? Жақсы балалар, яғни зымыран сұрақтарға жауап бере отырып біз өткен тақырыптарды еске түсірдік. Ендеше дәптерлерімізді ашып бүгінгі күнді жазайық. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз егін алқабы, сөздердің тура және ауыспалы мағынасын әрмен қарай жалғастырамыз. Балалар, бүгінгі сабақтың ұраны: қазақ тілім, өз тілім, дана тілім, Абай Мұхтар сөйлеген дара тілім, қастерлейді ұл қызың мәңгі сені, болар шағым бақытым қазақ тілім деп бастағым келіп отыр. Енді сіздер алдында біз өткен болатынбыз, сөздің тура мағынасы, ауыспалы мағынасы дегеніміз не екен білесіздер. Яғни мына жерде сіздерде сөз тіркестері берілген, соны тура мағынаға жатса тура мағынаның бойына плюс белгісін, ауыспалы мағынаға жатса ауыспалы мағынаның бойына плюс белгісін қойып шығыңыздар. Енді сіздерге поштаға хат келіпті. Құрметті 5-ші Б, В, Г сыныбының оқушылары, сіздерге хат. Құрметті оқушылар, біз сендерден үлкен көмек сұраймыз. Біздің пісірген бауырсағымыз жоғалып кетті. Орман жаққа кеткенге ұқсайды. Бізге көмек қолын созсаңыздар екен. Егер тауып алсаңыздар, біздер қатты қуанып қалар едік. Біз сендерге сендік, жас достар деп ауылдағы ата әжелерің сіздерге хат жолдапты. Бауырсақ орман жаққа кетіпті, түрлі аңдарға кездесіпті. Олардың түрлі тапсырмалары бар екен. Алдымен қасқырға жолықса керек. Қасқырдың тапсырмасы: бірінші тапсырмада мәтінді мұқият оқимыз. Содан кейін мына жерде түсіндірме сөздік, яғни бізде сөздік дәптер бар ғой, сол сөздік дәптерге дақыл деген сөздің мағынасын, науқан деген сөздің мағынасын жазып аламыз. Кейін мына мәтінді мұқият оқып болғаннан кейін осы мәтіннің мазмұнына сәйкес Вен диаграммасын және свод талдау жасаймыз. Вен диаграммасы, яғни ақ егіс пен көк егістің ұқсастықтарын орта тұсқа, айырмашылықтарын екі шетіне жазамыз, білеміз. Енді свод талдау дейді. Бұл жаңағы мәтін бойынша, яғни мәтіннің жағымды жақтары, жағымсыз жақтары, мүмкіншіліктері қандай, қауіп қатері қандай, соны жазамыз. Енді біздің бауырсағымыз аюға кезігіпті. Аю қандай тапсырма берді екен? Қарайық балалар. Ой қозғайық дейді. Суреттер сөйлейді деген тапсырма екен. Көрсетілген суреттердің ішінен ауыспалы мағынаға, тура мағынаға ие болатын сөздерге мысал келтіріп жазу керек екен. Ол қандай суреттер? Міне тілдің суреті, жердің суреті. Мынау балалар құйылған алтынның суреті, көздің суреті екен. Осының енді осы суреттің бастапқы мағынасын, тура мағынаға ие болса тура мағынасын, ауыспалы мағынаға ие болатын сөз болса ауыспалы мағынасына мысал келтіре отырып жазасыздар. Келесі: бауырсағымыз қоянға кезігіпті. Қоянның тапсырмасы қандай екен? Қоянның тапсырмасы жаңағы мәтіннің тапсырмасымен жалғасып жатыр екен балалар. Мына жерде сіздерде екі бағана берілген, Мына қарамен, яғни берілген сөзді екінші бағанадағы сөзбен немене алмастырып немесе ауыстырып жазу керек екен. Бірінші, диқаншылар егісті ақ егіс және көк егіс деп ажыратқан дейді. Яғни диқаншылар егісті ақ егіс және көк егіс деп көрсеткен деп ажыратқан сөзін не істейміз? Алмастырып немесе ауыстырып жазады екенбіз. Енді келесі ауызша тапсырма мынау, яғни берілген сөз тіркестерін суретпен сәйкестендіру. Шелектің түбі қай сурет?
4-ші сурет екен, иә. Теңіздің түбі, бір түп алма ағашы, ағаштың түбі, яғни сәйкестендіреміз. Бұл ауызша. Келесі бізде бауырсағымыз түлкіге кезігіпті. Түлкіде интервью сұрақтар екен. Бұл сұрақтарға жауап беріп көрейікші. Сөздің затты я құбылысты атап білдіретін мағынасын тура мағына дейміз. Я ма, жоқ па? Бір заттың негізгі атауыш мағынасын екінші бір затқа атау етіп ауыстырып қолдану тура мағына ма? Жоқ, әлде ауыспалы мағына ма? Соны айтамыз. Терең білім тура мағынада қолданып тұр ма? Ауыспалы мағынада қолданып тұр ма? Ыстық су ауыспалы мағынада. Дұрыс па? Жоқ, дұрысы тура мағынада қолданып тұр ма? Долы дауыл тура мағына. Дұрыс па, жоқ па? Ұйқыдан ояту ауыспалы мағына ма, тура мағына ма? Биік тау тура мағынаға жата ма, ауыспалы мағынада тұр ма? Лексика тіл дыбыстарын зерттейтін сала ма? Жоқ па? Соған жауап берейік. Я. Жақсы балалар, яғни түлкінің интервью сұрақтарына да жауап бердік. Енді балалар, бүгінгі сабақ бойынша сіздер жалпы не білдіңіздер? Білгендеріңіз жазасыздар мына тоқсар түске. Мен білдім, сабақтан не түсіндіңіздер? Оны мына қызылдым түске жазасыздар. Және мен білгім келеді жасыл түске жазасыздар. Яғни немесе дәптерге жазған кезде мен білемін қос нүкте қоясыздар да не білдіңіз соны жазасыздар. Мен білдім, осы сабақтан нені білдіңіз соны жазасыздар. Одан кейін менің не білгім келеді қос нүкте қойып нені білгілеріңіз келеді соны жаңағы жазып шығасыздар. Енді үйге тапсырма, онлайн мектеппен жұмыс, адамның табиғатсыз күні жоқ, табиғаттың оны айтуға тілі жоқ деген бүгінгі күнде онлайн мектепте осы тақырыпқа өтіп үй тапсырмасын орындаңыздар. Қатысқандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.